Сәлеметсіздер. Біз бүгін мына Scratch'тегі сабағымызды бастайық. Scratch'тегі ең алдымен атауларға және осы бетке қарап өтейік. Бірінші код дейміз, код жазу. Кодта мынадай код дегеніміз осы бағдарламаға жазу бұйрықтары тұратын жер. Код деп айтамыз. Енді әдетте кодты қайда жазамыз? Мына жерге келеміз, мына бағанға келеміз. Мына баған. Ал нәтижесін мына біреу мысық тұрған жерден көреміз. Мына біреуді бассақ атқарылады. Және мынау қайсы район болды? Мына көбінде осы кейіпкерлерді басқару. Мына жерден кейіпкер қосамыз және орта қоса аламыз. Енді біз көрейік. Мынау коды деген сөзді атап өттік. Коды. Біріншісі коды. Бұл жаңағы коды дегеніміз бір нәрсенің осындай арнаулы бұйрықтар бағаны деген сөз. Енді мынадағы соның ішіндегі motion деген қарап көрейік. Motion дегеніміз не болды? Motion деген қозғалыс. Motion қозғалыс деген сөз. Мынаны біліп алайық. Motion дегеніміз осылай жазылады. Қозғалыс деген сөз. Ал енді motionның ішіне кіретін болсақ, барлығы бұны жаңа кейіпкерімізді қозғалтуға арналған бұйрықтар. Бұны біз артынан бірлеп істету барысында түсінетін боламыз. Бірінші сабағымызда тек мына motionның қозғалыс екенін білуіміз керек. Motion. Сосын looks дегеніміз не болды? Көріну. Көріну. Мысалы, мына жерден көрінетін бұйрықтар. Біз енді осы мысыққа келейік. Мына мысығымыз бізге сәлем, балақай деп айтса, немесе hello десе, біз қалай көрсете аламыз? Бірінші осыны таңдаймыз. Әдетте мына sprite дегеніміз не болды? Sprite дегеніміз кейіпкер деген сөз осы. Кейіпкер. Ал енді мынау болса, мына жерде бір маңызды нәрсе бар, мынау көрсету. Міне бір жерде болса көрінбей қалады, мынау болса көрініп тұр. Енді sprite мына кейіпкеріміздің атын қойып алуға болады. Мына жерден sprite бір деп тұр. Енді әдетте мынау таңдалып тұрған кезде осыған біз бұйрық қосуымызға болады. Кейіпкерді көбейтіп қосып алуға бола ма? Мына жерден мынау арқылы кейіпкерді көптеп қоса беруге болады. Мысалы, мына жерден таңдап кез келген sprite'ті қосуымызға болады. Кейіпкер. Мынау кейіпкердің аты. Мына жерден өзгертуімізге болады. Мысалы, мынаны мысық деп өзгертуімізге болады мына жерде. Мысық. Мысық деп өзгерте салуымызға болады екен, Ал енді мына жерге қарап көрейік. Мына motion, мына осы мысықты таңдаймыз, Таңдағаннан кейін бірінші әдетте events'ке кіреміз. Events дегеніміз оқиға деген сөз. Events. Оқиға. Егер events'тен бұйрық бере алсақ, бұл бір істі атқарылады деген сөз, Өте қарапайым. Енді осының ішінде қандай оқиға болады? Бірінші, туды басу керек, Мынаны қайтеді екенбіз? Мына жерге әкеледі екенбіз туды. Туды басқан кезде, бұл мына жердегі туды басқан кезде атқарады деген сөз. Бұл соның бұйрығы. Енді бұл hello деп айту үшін әдетте мынау екеу шығып алды. Мына біреуін өшіріп қоюға болады. Мына мысық қана айтсын. Ендеше осы мысықты басып тұрып, біз hello деген қайда тұрады әдетте? Looks-тың ішінде тұрады. Say hello. Hello деп сөйлейді. Енді біз анау уақыты бойынша, мынау тек қана шығара салу бойынша, мысалы, міне hello деп шықты. Түсінікті ма? Жоғалмайды. Егер жоғалып кететін болсақ, не қылуымызға болады? 2 секундта жоғалып кететін қылып беруімізге болады. Бұл кезде мынаны басамыз, 2 секунд. Ал енді мынада, мысалы, мен жоғалып кететінді бермекшімін, ол үшін нені істеуім керек? Мынаны алып тастауыма болады. Бұны қалай алуға болады? Оң жағын басып, енді тінтуірдің оң жағын басып, нені басуға болады? Delete блокты басуға болады. Delete дегеніміз не болды? Өшіру деген сөз. Блок дегеніміз осы нәрсені біз блок деп атаймыз. Delete блок, өшіру. Енді болмаса,
Бұл бір тәсілі. Енді мына жерге келіп сүйреп тастайсақ та болады. Міне, бүйтіп сүйреп тастасақ, өшіп қалады. Бұл да оңай, иә? Содан 2 секунд. Мен де сөйтем. 2 секунд сөйлеп қайтеді енді мынау. Көрейік, халау деді де өшті. Енді бұның жанына қандай кейіпкер болса болады? Әңгімелестіруге бола ма? Иә. Иә, мұнаны мен былай жылжыттым. Қоян қосуға болады. Мұнаны былай жылжытуға болады. Содан кейін мұнаның ішінен қандай кейіпкер қосуға болады екен? Мұнаны көріп отырмыз, міне sprite. Choose a sprite дегеніміз не болды? Choose дегеніміз таңдау деген сөз. Таңдау. Бір sprite'ты таңдау. Енді осының ішінен біз түрлі мұнаның өзін бассақ та болады, да? Қайсысын қосайық енді? Қоян. Немесе аю. Шөжені қоссақ. Жарайды. Жарай ма? Соң басына тұрып қалды. Енді былай әкелуімізге болады. Енді ол қарау керек қой. Қарау керек болған үшін не істеу керек еді? Мына костюмске кіреміз. Мұнаның костюмс арқылы да қаратуға болады. Немесе мына жерден де қаратуға болады. Direction'ын басып, міне біреуді басып. Бірақ бұл бейсек, міне қарады. Бағытын өзгерді. Мына жерден біз бұл 89, 90 деп жазсақ қайтеді екен. Сонда мына direction дегеніміз не болды? Direction дегеніміз бағыт деген сөз. Бағыт. Минус 90 градус. Минус 90 градус дегеніміз қалай сөз? Егер 90 градус болса, бұлай қарап тұр. Минус 90 болса, бұлай қарап тұр. Бір-біріне қарады ма? Иә. Енді мынау халау деген кезде мынау не десін? Хай. Хай десін, иә? Онда жақсы мына. Кикті басамыз енді. Сосын eventsке барамыз. Control events, Контрольға күтіп 2 секунд. Алдымен туда кеп алайық, events. Иә. Содан нені әкелеміз? Контроль. Жоқ, біз алдымен мен look'ты әкелейін деп тұрмын. Look. Енді одан сендер ғой білесіңдер қандай қателік шығатынын, бірақ мен әкеп көрейін. Көп балалар төте look'тан сай халау деп. Анау халау деген кезде бұл не дейді енді? Хай дейсің. Хай дейсің, хай деген кезде мынаны кішкене әріппен жазайын. Хай десін. Хай дегенде сәй деген сөз айту деген сөз, хай деп. Хай деп 2 секунд айт дейді. Жіберейік кәне. Немене қандай қателік болып қалды? Екеуі бірдей. Дұрыс. Бұл қателікті білудің өзі дұрыс. Екеуі бірдей шығып қалды. Әсілі біз алдымен мысық айту керек. Одан кейін шөже амандасу керек. Дұрыс па? Енді біз қайсысы бұйрықты берсек болады? Контролдағы white. Өте дұрыс, сендер біліп апсыңдар. White деген сөзіміз не еді? Күту. White күту деген сөз. Ендеше қайсысы күту керек мұнан ішінде? Шөже күту керек, 2 секунд. Шөже күту үшін шөжені таңдаймыз, Қанша секунд күту керек? 2 секунд күту керек. Содан көрейік. Халау. Содан хай деді. Мынаны үлкейтпей-ақ, әдеттегідей қойып көрейін. Халау. Хай. Дұрыс па? Амандасты. Енді мысық сөйлеуге бола ма? Жоқ. Ол үшін қалай істеу керек? Онда мысықты таңдау керек. Аяғын жыбырлап. Содан кейін нені тысталу керек жай? Forever. Жағы. Мысық сөйлемекші ғой. Мысық сөйлемекші. Не болу керек? Локс емес. Дұрыс. Сандқо ана. Контролдың ішінен қайсысы болады? If. Жоқ. Күтеді ғой бұл. Иә. Күту дегеніміз не болды? White. Неше секунд күтеді енді? 4. Мынау бір-біріне жабысып келсе ғана атқарылады. Иә. Ананы қанша секунд күтеді? 4. Мынау ендеше 4 секунд күтейік. Қарап көрейік енді қандай қателік бола ма, болмай ма деген. Соны 4 секунд күткеннен кейін не деп айтады?
Сен қайда барасың? Ол қай жерде тұрады әдетте? Локс. Локстың ішінде тұрады екен. Сайдың ішінен мынаны әкелуге болады. Сол кезде сен қайда барасың дейік. Сен қайда барасың? Сұрақ айтты. Ал енді қойып көруімізге бола ма? Мен мұна алып тастап көрейін. Hello. Hi. Мынау айтты. Өте ұзақ күтіп қалды. Мүмкін 3. Мынау 2 болады ғой. Өйткені мынау 2 секундта сөйлеп тұр ғой. Ендеше бұл 2 болады. Енді қарап көрейік. Сонда white'тың ішіне нешені бердік? 2. 2-ні берді, бе? Hello. Hi. Сен қайда барасың? Мен армандағанмын. Енді мынау сөйлеу үшін қанша секунд? Мынау біз әдетте міне қара, сен қайда барасың деген сөз тез айтылып кетеді. Егер сен қайда барасың, не істеп жүрсің десек. Бұл кезде қанша береміз? 3-4 секунд беруімізге болады. 3 секунд берейік. Hello. Hi. Сен қайда барасың, не істеп жүрсің? Енді мынау сөйлеу үшін қанша секунд болады? 4. 3 секунд күтеді ғой. Мынау 3 секунд айтып тұр ғой. Ендеше қай жеріне 3 секунд береміз? Шөжеге. Мына шөжені таңдаймыз. Соны қайтеміз алдымен? Күту. Контролдың ішіндегі күтуді әкелеміз, Күту. Қайда тұр? White. White күту. Неше секунд күтеді? 3. Ананы 3 секунд күтеді. Содан кейін жауабын бере алады. Жауап қайда тұрады әдетте? Локстың ішіндегі мынада тұрады. Мынада не дейміз? Мен үйге барамын. Бұл 2 секунд. Екеулер бір аралда тұру керек. Міне. Hello. Hi. Сен қайда барасың, не істеп жүрсің? Мен үйге барамын. Жақсы. Осылай әңгімелестіреміз. Арал. Енді біз артқы көрініс бекітеміз десек, бір жерде тұру керек десек, қай жерін басады екенбіз? Міне біреуді басамыз. Мынау shoes backdrop деген не деген сөз? Shoes backdrop дегеніміз бір артқы көріністі таңда деген сөз. Осыны таңдап, мынаның ішінде өте көп, соның ішінен таңдап алуымызға болады. Біз қайсыны таңдап алайық? Осы орманды. Мынаны таңдап алайық, Міне осы жерде тұрып, екеуі әңгімелесті деген сөз. Аяғымды ұрлады. Енді бұл ең қарапайым программа болды. Егер біз бұны үлкейтіп көреміз десе қайда дегенбіз? Мынаны басамыз, Мынаны басып, сосын мынаны бассақ, мына тудың белгісін бассақ, бұл үлкейтіп көруге болады. Міне, hello. Hi. Сен қайда барасың? Не істеп жүрсің? Мен үйге барамын. Арал өзгерген керек. Әңгіме айтты. Енді аралды өзгерту, Біраз қиындау, оны екінші сабақта өтуіміз керек. Біз мына жерде бір рет пысықтау жасап өтсек болады. Білген білімімізіңіз көп болды. Мына жерден 4 блок жасап жүріппіз, қара. Мынаны ең алдымен мен мына мысыққа келейін. Мысыққа келген кезде қайтеді екен? Өзгерді. When деген сөз не деген сөз? When сөйткен кезде деген сөз. Мына туды басқан кезде дейді. Мына туды басқан кезде деген сөз. Түсінікті ме? Клик деген басқан кезде деген сөз. Соны бүйтіп басып қалған кезде. Мына тінтуірмен басып қалған кезде. Сосын бұл не дейді? Say hello for 2 seconds дейді. 2 seconds. Бұл hello деп 2 секунд айтсын дейді. Одан кейін 2 секунд күтсін дейді. Одан мынандай сөзді айтсын дейді. Бұны қандай? 3 секунд айтсын дейді. Түсінікті ме? Біздің жазғанымыз осындай қарапайым бұйрықтар екен. Ал мынадағы бұйрығымыз не екен?
Мына басқан кезде, туды басқан кезде 2 секунд күтсін, сосын хай деп жауап берсін, сосын 3 секунд күтсін, сосын 2 секундта мына сөзді айтып болсын. Осындай бұйрықтарды берді. Ал енді сендерден сұрақ. Код деген не болды? Басқару. Motion деген не? Қадам. Motion қозғалыс. Иә. Looks деген не? Көріну. Көру. Енді мына sound деген дыбыс деп үйрене түсіп. Events деген не? Оқиға. Оқиға. Control меңгеру. Енді қалғанын артынан көреміз. Бірақ мына жерден біз нені көрдік жаңа? Sprite дегеніміз не болды? Choose дегеніміз таңдау. Sprite дегеніміз кейіпкер. Ортаны не дейтін болдық? Choose a backdrop. Бұл не? Орта таңдау. Өте оңай, қарасақ. Sprite дегеніміз, енді мына да көрсету, көрсетпеу. Жасыру, көрсету. Білдік па? Иә. Бүгінше үйренетініміз осылар. Осыларды біліп, қолданып, осыларға сөз сөйлеткізейік, және өзіміздің ойымыздағы сөздерді айтқыза алсақ болды деген сөз. Үлкейтіп көру үшін мынаны басатын болдық. Бүгінгі сабақ қандай екен? Жақсы. Оңай, Ал сау болыңыздар.